кішкентайым жүрегім, Алладан бақытыңды тіледім. Сен шын бақсың, ең қымбатсың, сен деп өмір сүремін. Сәлем, әжетайым, әкешім мен анашым және жақындарым. Мен сіздерге Алланың берген үлкен сыйымын. Және де әкешім мен анашымның үлкен махаббаттарынан жаралған кішкентай бақытпын. Бірақ та кішкентай болсам да үлкен қуаныш сыйлайтыныма сенімдімін. Сіздер бүгін менің кім екенімді білетін боласыздар. Әкешімнің анашыма және маған өте қамқор екенін білемін. Әкешім мені сипалағанда бақытты күйге енемін. Ал анам екеуміз күнде магазинде сөйлесеміз. Қазір анамның құршағында жатып, әр дауысты, көңіл күйді, мейірім мен махаббатты сезе аламын. Әкешім асқар тауым, біздің бақытымыз үшін бәрін істейтініне көзім жетті. Анашымды өте қатты жақсы көретіндеріңізді білемін. Мені де солай жақсы көресіздер ғой, иә? Маған көп тәттілер дайындап қойыңыздаршы. Әжетайым, мені немерем келді деп алақанымнан майралап, бесікке тербетіп, әлде айтып ұйықтатасыз ғой, иә? Мені ойнатуға, қарауға дайынсыздар ма? Атам болғанда бәрінен қатты қуанатынын білемін. Осындай сәтті атам қатты армандаған екен. Менің бауырларым Нұрбақыт, Еркеназ, Жанира, Бейбарысты көруге асықпын. Мен сіздердің тәп-тәтті немерелеріңіз боламын. Сіздермен тезірек көріскім келіп жүр. Бірақ мен дүниеге келгенде бәріміз керемет көңіл күймен тойлаймыз деп уәде беріңіздер. Уәде ме? Жарайды, сендім. Сәлеммен Мұратпен толқынайдың болашақ. Таслақтырма тағдырға, жарқырап жүр, көңіліңді қалдырма, төрсенегі төмендеуге хақым жоқ. Ел тұрғанда